Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, ерекше тәтті синнабон бөлкелерінің рецептін ұсынамын. Бөлкемізді дайындау үшін сүт, ашытқыға қантты салып араластырамыз. Үстіне жұмыртқа, қант, тұз, бөлме температурасындағы сарымай, ұнды салып 4 минут қоласоққа қоямыз. Дайын болған қамырымызды 1-2 сағатқа бетін жауып қоямыз. Қамыр көтерілгеннен кейін ұн сеуіп қамырды жаямыз. Формасы видеодағыдай тік төртбұрыш болуы керек. Үстіне ерітілген сарымайды толығымен жағып, корица мен қантты араластырып алып, қамырдың бетіне себеміз. Қамырымызды орап шығып, видеода көрсетілгендей жіппен бөлеміз. Бөлкелерді табаға орналастырып, бетін жауып 20-30 минутқа қоямыз. Қызып тұрған пеште 180 градус 25 минутта пісіреміз. Енді крем дайындаймыз. Бабочканы орнатып, қаймақ пен қант салып араластырамыз. Дайын болған кремді пештен шыққан ыстық бөлкелердің бетіне жағамыз. Сонымен біздің синнабон бөлкелеріміз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоңызға лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.